Зерделі. Баяғыда Зерделі дейтін шешен білгір адам болыпты. Зерделі жолдастарымен жихан кезіп келе жатып, бір қарияға кездесіпті. Сәлемдесіп, жөн білгеннен кейін қария Зерделіге: «Әкең Қазақбайды білуші едім. 3 түрлі бала туады. Бір бала әкесінен өте туады. Бір бала әкесіне жете туады. Енді бір бала кері кете туады. Сен қайсысы боласың?» деп сұрапты. Зерделі: «Ата, өте туған. Бала боларымды алдағы өнерім білдірер. Кері кете тудым деу сізге де, мына жолдастарыма да өкінішті болар еді. Әзірше өз ойым жете тудым ғой деп білем», депті. Қария сұрайды: «Өтірік пен шындықтың арасы қандай?» деп. «Өтірік пен шындықтың арасы 4-ақ елі» деп. Бала оң қолының 4 саусағын көзі мен құлағының аралығына басады. Қария: «Балам, ақыл кімнен шығады? Асыл неден шығады? Оны білдің бе?» депті. «Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады», дейді Зерделі. Біраздан соң қымыз ішіп отырып Зерделі: «Ата, екеуіңіз қалай?» деп сұрапты. Қария: «Екеуім 3 болды» дейді. «Алысыңызбен қалайсыз? Жақыныңызбен қалайсыз?» «Жақыныммен жауша жағаласып, жамандарша найзаласамын. Алысым араздасты». «Тәттіңізбен қалайсыз?» «Баламай, тәттінің де дәмі азая бастады ғой» депті. «Несиеңіз тие ме, ата?» депті Зерделі тағы да. Сонда қария: «Жасымда берген несием қартайғандағы несібем екен. Үй тігіп қымыз сапырып отырғаным соның арқасы» депті. Қариямен қош айтысып атқа қонған соң, бұлай шыға Зерделінің жолдастары: «Екеуіңнің сөздерімді ұқпадық, түсіндіріп берші» деп өтініпті. «Екеуіміз қалай дегенім, 2 аяғыңыз қалай, өздігіңізден жүре аласыз ба дегенім еді». Қария: «2 аяққа 1 таяқ қосылып 3 болдық» деді. «Алысыңызбен қалайсыз дегенім, алыстағыны көре аласыз ба дегенім еді». Қария: «Алысты көрмейтін болдым» деді. «Жақыныңызбен қалайсыз дегенім, тамақты ішіп жеуіңіз қалай дегенім еді». Қария: «Әр жерде бірден ғана тісім қалды. Сонымен арпалысып күн көрем» деді. «Тәттіңізбен қалайсыз дегенім, ұйқыңыз қалай дегенім еді». Қария: «Ұйқым азайды» деп жауап берді. «Несиең тие ме дегенім, балаларыңыз күте ме? Жасында бағып тағып өсіріп едіңіз. Енді олар сол еңбегіңізді өтей ме дегенім еді». Қария: «Дұрыс тәрбиелеп жақсы өсірген бала қартайғанда бақыт екен. Балаларымның қызығын көріп отырмын» деді. Зерделінің жолдастары бұған өте риза болып: «Сен бізбен құрдассың. Қариямен білім жарыстырғаныңа таң қаламыз» депті. Сонда Зерделі: «Өзім жас болсам да, әкем Қазекең көп жасады ғой» деген екен.